Ауылда бір сөз бар. Үйдің ішін білгің келсе, келінін көр деп. Ал біздегі жағдай мүлде басқаша еді. Сол жылы көктем ерте келді. Қар еріп сай-саладан су аққан шақта ауылға бір келін түсті. Аты Айсәуле. Жасы небәрі 19-да. Сыртынан қарасаң тым жуас. Көзін төмен салып жүреді. Үнемі орамалын иығынан асырып, ешкімге тіке қарамайтын. Ауылдағы үлкендер бірден әдепті келін екен деп баға берді. Бірақ бір апта өтпей жатып ақ ауыл ішінде сыбыр көбейді. Бұл келін бір түрлі. Түнде шамын сөндірмейді екен. Таң ата далаға жалғыз шығып кетеді дейді. Ал ең қорқыныштысы, күйеуі ештеңе байқамайтындай жүре берді. Сол түні ауылда жарық өшті. Қараңғы, айда шықпаған. Көрші кемпір Күләнді апа түнгі сағат 2 шамасында оянып кеткенін айтады. Әдетте ол уақытта ауылда иттің үргені де естілмейтін. Бірақ сол түні аяқ дыбысы естілді. Тырс, тырс. Терезеге жақындап қараса, біреу қара көлеңкеде қозғалып бара жатыр. Ақ көйлек киген, шашы жайылған. Бұл кім деп сыбырлап еді. Жүрегі зу етті. Себебі ол жана түскен келін Айсәуле еді. Жалғыз, түн ортасында, ешкімге айтпай. Ол ауыл шетіндегі ескі қора жаққа бет алды. Келесі күні таңертең ауылда бір әңгіме тарап үлгерді. Келін түнде далада жүреді екен. Жынданған шығар. Жоқ, бірдеңені жасырып жүр. Ал ең қызығы, оның күйеуі Нұрлан ештеңе білмейтіндей. Келіннен сұраса да, ол жай ғана таза ауаға шықтым деп қоя салады. Бірақ бір нәрсе анық еді. Айсәуле күннен күнге өзгеріп бара жатты. Көзі шүмірейіп, ұйқысы қашқан. Кейде өз-өзімен сөйлесіп отырғандай көрінетін. Ал бір күні ауыл адамдары мүлде күтпеген нәрсені көрді. Таңертең ерте қой бағып жүрген бала айқайлап ауылға жүгіріп келді. Апа, анау ескі қорада бірдеңе бар. Адамдар жиналды. Кім де болса жақындауға қорқып тұр. Есікті ашқанда бәрі сілейіп тұрып қалды. Ішінде шам, дәптер, суреттер және Айсәуленің өз қолымен жазған жазбалар. Жазбалардың алғашқы бетінде бір ғана сөйлем бар еді. Егер мен жоғалып кетсем, шындықты осы жерден табасыңдар. Осы сәтте ауылдағылардың бәрі түсінді. Бұл келін ақылсыз емес. Бұл жасырынып жүрген шындықтың басы ғана еді. Ауыл адамдары ескі қораның ішінде үнсіз тұрып қалды. Ешкім сөйлемеді. Тіпті желдің өзі тынышталғандай. Қолында дәптер ұстаған ауылдың үлкені Төлеген ақсақал бетіне қан жүгірмей бір бетін ашты. Алғашқы жолдар ғана оқылды. Егер біреу мұны оқығып отырса, мен енді тірі емеспін. Менің атым Айсәуле. Мен бұл үйге келін болып емес, тұзақ қаққа түскендей кірдім. Осы жерге келгенде әйелдер шошып, біреуі жылап жіберді. Құдай-ай, бұл не сөз? Деді біреуі. Ал күйеуі Нұрлан жерге қарады. Көзі қып-қызыл. Бірақ таңғаларлығы ешқандай таңданыш жоқ. Дәптердегі әр жол жүректі тіліп өтетіндей. Басында бәрі жақсы еді. Үйленгенде мені жақсы көретіндей көрінді. Бірақ үйге кірген күннен бастап мен басқа адамды көрдім. Айсәуле жазған еді. Түнде ол сөйлейді, өз-өзімен. Кейде менің атымды атамай, басқа біреудің атын айтады. Ал кейде мені мүлде адам ретінде көрмейді. Ауыл адамдары бір-біріне қарады. Кейбіреуі бұрынғы сыбыстарды есіне түсірді. Осы үйде бұрында бір келін болған емес пе? Иә, бірақ ол қалаға кетіп қалды деген. Сол сәтте бір кемпір дірілдеп сөйледі. Ол кетпеген. Ол жоғалып кеткен. Дәптердің ортасына келгенде жазулар өзгеріп кетеді. Қолтаңба дірілдеген. Сөздер шатасқан. Мен қашқым келеді. Бірақ ол мені жібермейді. Ол әр түн сайын бір жерге кетеді. Мен соңынан жасырын ердім. Осы жерде қағазға бір сурет салынған еді. Ескі қора, жер асты есігі және бірнеше әйелдің есімі. Сол сәтте жұрт шулап кетті. Мынау не деген сұмдық? Бұл қалай мүмкін?
бұрынғы керіндерше. Ал дәл сол мезетте біреу айқайлап жіберді. Нұрлан жоқ. Барлығы артына қарады. Күйеуі ғайып болған. Ал сырттан бір дыбыс естілді. Сол баяғы аяқ дыбысы. Тырс, тырс. Ауылдың үстін түн қайта жапты. Аспанда ай көрінбейді. Тек қалың бұлт пен ауыр тыныштық. Ескі қораның маңына жиналған адамдардың жүрегі ауыздарында. Ешкім қозғала алмай тұр. Сол сәтте ауыл имамы үнсіз ғана алға шықты. Есікті ашу керек. Не болса да ақиқатты көруіміз керек. Екі жігіт темір есікті зорға ашты. Сықыр. Іштен сыз иіс. Көгерген топырақтың иісі шықты. Шамды төмен түсіргенде бәрі көрінді. Жер астында кішкентай тар бөлме. Қабырғаларында тырналған іздер. Бір бұрышта жыртылған әйел көйлегі. Ал ортасында кемір шынжыр. Адамдардың бірі тізерлеп отырып қалды. Мынау түрме ғой. Бір сәтте бәрінің көзі қабырғадағы жазуға түсті. Қанмен емес, тырнақпен қашалған сөздер. Бізді ешкім іздемейді. Төменірек тағы бір сөйлем бар. Айсеуле, сен соғы үмітсіт. Адамдар үнсіз қалды. Ал бір әйел шыдай алмай жылап жіберді. Бұл жерде бір емес, бірнеше әйел болған. Сырттан есік тарс жабылды. Барлығы селк ете түсті. Есікті жабыңдар, деп айқайлады біреу. Бірақ кеш еді. Қараңғылықта бір дауыс естілді. Таныс дауыс. Ақыры бәрін көрдіңдер ме? Бұл Нұрланның дауысы еді. Ол есік алдында тұрды. Қолында шам. Көздері суық. Таныс емес, бөтен. Мен сендерге бәрін айтқым келмеген. Бірақ ол өзі бастады. Кім? Деп айқайлады жұрт. Нұрлан сәл жымиды да жай ғана айтты. Айсәуле. Ол мені тоқтата алмады. Бірақ сендерге айтуы мүмкін еді. Сондықтан ол жоғалуы керек болды. Сол сәтте біреу айқай салды. Ол тірі ме? Нұрлан үндемеді. Тек артына бұрылып, қараңғылыққа қарай бір қадам жасады. Қараңғылық қоюланып бара жатты. Ескі қораның ішінде тек бір ғана шамның жарығы қышалды. Нұрлан бір қадам алға шықты. Оның даусы дірілдеді, бірақ көзінде өкініш емес, шаршағандық бар еді. Сендер шындықты білгілерің келе ме? Деді ол баяу. Ешкім жауап бермеді. Сонда ол өзі сөйлей бастады. Айсәуле менің бірінші әйелім емес еді. Ауыл адамдары бір-біріне қарады. Оған дейін де болған. Үшеу де осылай келді. Жас, аңғал, сенгіш. Даусы қарлағып шықты. Мен оларды жаптым, қорқыттым, бойсындырдым. Бірақ Айсәуле басқаша еді. Ол сәл кідірді. Ол қорықпады. Нұрланның айтуынша Айсәуле бәрін ерке түсінген. Бір түнде ол күйеуінің артынан жасырын еріп жертөлені көрген. Сол сәттен бастап ол қорықпады. Күресе бастады. Ол маған қарсы тұрды. Маған сен бәрібір ұсталып қаласың деді. Сол түні Айсәуле қашуға тырысқан. Бірақ мен оны тоқтаттым. Адамдар демін ішіне тартты. Ол құладады. Басын соқты. Үнсіздік орнады. Ол өлді деп ойладым. Нұрлан бір сәтке тоқтады. Бірақ ол өлмеген екен. Адамдар аң-таң. Таңертең қарасам, ол жоқ еді. Сонда қайда кетті? Деді біреу дірілдеп. Нұрлан көзін төмен салды. Ол кетті. Бірақ кетерде бәрім қалдырды. Сол сәтте ауылдың бір шетінде айқай естілді. Мынау жерде біреу бар. Барлығы жүгірді. Ескі қораның ар жағындағы ескі үйдің түбінде әлсіреп жатқан адам табылды. Шаша қарған, көзі шүмірейген, бірақ тірі. Бұл Айсәуле еді. Айсәуле тірі қалды. Бірақ ол бұрынғы Айсәуле емес еді. Ол ешқашан толық сөйлемеді. Кек бір ғана сөзді қайта-қайта айтатын болды. Ұмытпаңдар. Нұрланды сол түні алып кетті. Оны ешкім қайтып көрмеді. Ал ауылда бір ғана ереже пайда болды. Түнде ескі қора жаққа ешкім бармайды. Себебі кей түндері сол жерден әйелдің сыбдыры естіледі дейді.
Айсәулені ауруханаға алып кеткеннен кейін ауыл біраз уақыт тынышталып қалды. Ешкім бұрынғыдай күдіп сөйлеспейтін болды. Әр үйде бір сұрақ үлеулі тұрды. Біз неге ештеңе көрмедік? Айсәуле есін жиғанымен сөйлеген жоқ. Дәрігерлер жүйкесі қатты зақымданған деді. Бірақ оның көзі, сол көздер бәрін айтып тұрғандай еді. Түнде оянып кетіп, қабырғаға қарап сыбырлайтын. Ол әлі мұнда, ол кетпеді. Нұрланды алып кеткеннен кейін тергеу басталды. Жер астынан табылған іздер, бұрын жоғалған әйелдердің заттары бәрі расталды. Бірақ ең сорақысы, куәгерлердің көбі сөйлеуден бас тартты. Біз ештеңе білмейміз, ештеңе көрмедік. Қорқыныш әлі де тірі еді. Нұрлан сотта бір ауызда сөз айтпады. Тек соңғы сәтте ғана судьяға қарап, мен жалғыз емеспін деді. Сол сәт залдың іші мұздап кеткендей болды. Айсәуле ауылға қайтып келмеді. Оны қаладағы орталыққа жіберді. Бірақ ауылдағылар айтады, кей түндері дәл сол ескі қораның маңынан ақ көлеңке көрінеді. Ешкім жақындамайды. Ал кейбірі түн ортасында әлдекімнің сыбырын еститінін айтады. Мен тірімін, мен бәрін көрдім. Сол кезде иттер ұлиды. Жарық өздігінен өшеді. Бұл оқиға тек бір ауылдың трагедиясы емес. Бұл үнсіз қалғандардың, қорыққандардың, көрсе де көрмегендей болғандардың тарихы. Ең қауіптісі, жау сырттан келмейді. Ол кейде үйдің ішінде болады. Ескі қораның ар жағындағы ескі үйдің түбінде әлсіреп жатқан адам табылды. Шашы ағарған, көзі шүңірейген, бірақ тірі. Бұл Айсәуле еді. Айсәуле тірі қалды, бірақ ол бұрынғы Айсәуле емес еді. Ол ешқашан толық сөйлемеді. Кек бір ғана сөзді қайта-қайта айтатын болды. Ұмытпаңдар. Нұрланды сол түні алып кетті. Оны ешкім қайтып көрмеді. Ал ауылда бір ғана ереже пайда болды. Түнде ескі қора жаққа ешкім бармайды. Себебі кей түндері сол жерден әйелдің сыбдыры естіледі дейді.